Енді толығырақ, көп балалы болу қорқыныш емес, көз қуантар қуаныш. Ұлттың ертеңіне үлес қосар ұрпақты тәрбиелеу басты міндет. Қазығұрттық Қампатша әже бүгіннің аналарына нағыз үлгі. Уақыттың қиындығына мойымай 11 баланы өсірген батыр ана. Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Жасы ғасырға таяған Қампатша әже бір отбасын айрандай ұйытып отыр. Аяулана 8 ұл, 3 қызды дүниеге әкелген. Жұбай екеуі тар заманда тайғақ кешіп, балаларын тәрбиелеген. Сұрапыл соғыс пен аштық заманның қиыншылығын көрген ардагер ана өткен оралмаса екен дейді. Ол уақытта соғыс басталып жатқан уақ. Бірде аш, бірде тоқ болып жүрдік. Құдайдың көрсеткен сол уақытта көрдік, аштықты да, тоқтықты да. Тәрбиеледік әйтеуір, шырағым мынау балдарымыздың есі кірген екен, ұрлыққа барма. Біреудің бір нәрсе ала жібін аттама. Әкіңе кір келтірме. Аман есен жаңағы жақсы болып өсіңдер. Айтатынымыз сол болды. Кейуана бүгінде 55 немере мен 130 шөберенің қызығын көріп отыр. Шаңырақтың келіндері де асыл әженің жолын қуған көп балалы аналар. Үшем туған Құттықыз Төлепова отбасының 5-ші келіні. Қариямыз, қазынамыз, үйіміздің берекесі мен байлығы дейді ол. Абысындар бәріміз осы апам тәрбиесін алып, енеміздің әр шаңырақта кем дегенде 6-дан жоғары ұл қыз тәрбиелеп отыр абысындарымыз. Ең үлкен абысында 10 перзенті бар, ол да алтын алқа иегері. Жалпы осы не дейді, үлкен қариясы бар, қазынасы бар дейді ғой. Осы қазынасы болғаннан кейін осындай ынтымақпен, бірлікпен өстіп бір қауым ел болып отырған жайымыз бар. Бала ата-ананың жалғасы, оларға жақсы тәрбие мен өнеге көрсету басты міндет. Дүниедегі мақсаттың ең үлкені де сол. Ертеңгі күнге өнегелі, парасатты ұрпақ қалдыру. Айсапар Артықбайқызы, Нұрғожа Мамилов, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.